Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз Ақшұқыр ауылының заңды жұмыссыздықта тіркеуде тұрған азаматтары әлеуметтік желіде Ақшұқыр ауылы жұмыссыз азаматтардың атынан ереуілде тұрған Жетібай кен орнының Вестол мекемесіне босаған орындарына жұмысқа кіруге дайынбыз деген жолдаманың жалған екендігін хабарлаймыз. Бұл билік тарапынан ойластырылып отырған арандату мақсатында жасалып отырған құйтырқы іс-әрекет деп ойлаймыз. Біздің, яғни Ақшұқыр және Сайын ауылының жұмыссыз азаматтарының негізгі талабы Түпқараған ауданына қарасты Қаражанбас, Бозашы, Доңға кен орындарына тұрақты жұмысқа орналастыруды талап етеміз. Талап етеміз ба? Талап етеміз. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз Ақшұқыр ауылының жұмыссыздықтан тіркеуде тұрған азаматтар әлеуметтік желіде бейнебаяндағы үндеудегі Ақшұқыр ауыл жұмыссыз азаматтарының атынан ереуілде тұрған Жетібай кен орнындағы Вестол мекемесінің босаған орындарына жұмысқа кіруге дайынбыз деген жолдаманың жалған екендігін хабарлаймыз. Бұл билік тарапынан ойластырылған арандату мақсатында жасалып отырған құйтырқы іс-әрекет деп ойлаймыз. Біздің, яғни Ақшұқыр және Сайын ауыл жұмыссыз азаматтардың негізгі талабы Түпқараған ауданына қарасты Қаражанбас, Бозашы, Доңға кен орындарына тұрақты жұмысқа орналастыруды талап етеміз. Талап етеміз ба? Талап етеміз. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бізде Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Маралды ауылында менің артында тұрған халқым осы Маралды ауылының тұрғындары. Мына залатарлар фабрика салуына бүгін тағы да слушание өткіземіз деп халықты жинады. Бірақ та слушание ешқандай өткен жоқ. Олар өздерінің бір 17 адамдарын әкеп жиналысқа қатыстық деп қол қойды. Халықтың бірде-біреу қол қойған жоқ оған. Қарсымыз деп, наразымыз деп. Енді оған себебі өте көп. Біз енді 2 жыл болды осыны айтып келе жатқанымызға, қазақ еліне айтып келе жатқанымызға. Бұлар басында осы 30 шақты жиналыс өтті осымен. Басында халық бұның бәрін түсінбеді, бұлардың құйтырқы әрекеттерін. Басында сендер жиналысқа қатысыңдар, қатыспасаңдар сұрақтарын қабылданбайды деп бізді алдап қол қойғызып, оның артынан сол міне қарсы емеспіз деп қол қойып берген деп өздері солай шығарып әкелгеннен кейін қазір халық содарға күмәнмен қарайтын болды. Иә, қазақ елі, айтарым, мынау Қазақстанда қандай жағдай болмай жатыр. Ана Павлодарда не болды? Бір автобус осындай салғырттықтың арқасынан, өкімет басқарып отырған ағаларымыздың осындай салғырттықтарының арқасында, осындай меншік ашкөздердің арқасында бір автобус халық, қазақтар жердің астына түсіп кетіп жатыр. Бір ауыл жердің астына түсіп, телевизор көріп, қазір енді газет, журнал оқиды, интернет бар, бәрін халық көріп отыр. Осының бәріне көз жетіп отырғаннан кейін осыларға жол бермейміз деп шырылдап жан айқайымызды кімге жеткізерімізді білмей жүрген халықпыз біз. Міне бізде де биік таудың ортасында қазан шықылды Шұңқыр ауылда отырамыз. Кешке дейін дүңкілдетіп взрывчаткамен жарып жатыр тауды. Сианитпен улағалы жатыр. Осы жеріміз бүтін, суымыз лайланбасын, тауымыз қопарылмасын, келешек ұрпағымыз уланбасын деген ғана жан айқайымыз. Осыны кімге айтып жеткізерімізді білмей жүрген жайымыз бар. Енді осыған мына менің артындағы тұрған халықпен бірге осы фабрика салуына, табиғаттың бүлінуіне, суымыздың лайлауына, мынау аңдарымызға, құстарымызға бәріне аманат болуына біз қарсымыз ағайындар. Қарсымыз. Маралдыға қазақ елі көмек беріңіздер осындайда. Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар. Мен Марат Байгулин, Шығыстан, Өскемен. Бүгін 25 ақпан. Енді мен айтайын дегенім, мына жаңалықтан қарап отырмыз. Атырау мұнайын Путинге сатылып кетті деп жатыр. Қазмұнайгаз Путинге сатылып кетті деп жатыр. Енді мына айтып отырсақ, жеріміздің үстін осы уақытқа шейін 70%-ға шейін Путинге, Ресейге компанияларын
бизнеске айландырып жіберді. Қазақстанның 70% бизнестерін Путинге сатылып кетті. Енді түгел Ресейге кетіп жатыр ғой. Енді бұлар айтайын дегенім, осының алдымызда осы қаншама жыл болды. Анау Назарбаевтың кезінен бастап жер сатамыз деп. Жердің үстіндегісін жер сатпаса дағы сатқызбады, халық шуылдап жүр. Бірақ жердің бетіндегі не қалды, бәрін түгел сатты. Қытай мен Ресейге бөліп берді. Бетіндегісін. Енді астындағысын. Бұдар енді бізбен жермен таласпайды, енді біздің қазақтың жермен таласпайды. Бұдар үстінде астында сатып жіберді. Біз бос жерде отырмыз енді қазір. Халқым, мен соны айтайын деп отырмын. Енді ең сорақысы, мына өткен тарихымызды жоғалтамыз деп заң шығарып жатыр дейді. Бұл енді не қылған сұмдық? Бұл не қылған масқара? Енді мына жатыс жарамас қазақ елі, соны айтып қояйын деп отырмын. Жақсы, таратып отырыңыздар. А вот, друзья, еще вот, ну, я не могу не высказаться по поводу вот, предварительных результатов стратегии адвокатов Бишимбаева, да, ну, печально известного Бишимбаева. Вот смотрите, как я рассуждаю. Человек уже свою репутацию подмочил очень сильно путем казнократства, да. Ну, помиловали, любимчик туда-сюда, да, это наша беда. И вот совершено убийство. Да, сейчас будут соскакивать с того, что это было непреднамеренное убийство. Ну, толкнул там, я не знаю, как может быть там, а там у нее уже была гематома и, соответственно, спровоцировала смерть. Гениальный ход, да. И я здесь ничего не могу сказать, да, там ну, столько сожалеть, да, что так происходит. И вот я опять возвращаюсь к мировому правительству. Ну вот, понимаете, законодательно так созданы условия, что вот всевозможные чиновники могут творить беспредел, да. И вы ничего не сделаете. И с сожалением нужно отметить, что и адвокатская среда у нас вся тоже дырявая. Несмотря на то, что существует кодекс адвоката, когда он может, видя, что действительно явно дело натягивает, он может от этого отказаться, но ради денег, которые этот адвокат будет укрывать под благородным предлогом защиты интересов своего клиента, а на самом деле это скрытая подлость. Вот они будут, допустим, проталкивать защиту. Но на самом деле ведь понятно же, что человек это, да, ну, допустим, это не только касается вот этого дела. Но я сам соприкасался, когда адвокаты просто с кровожадностью видят только деньги, да, и они не защищают интересы клиентов, они не способствуют примирению сторон. Им бы только для того, чтобы они работают только для того, чтобы процесс затянулся, чтобы рассорить людей так, чтобы можно было надеяться на дальнейшие иски, на дальнейшие споры. И они на этом зарабатывают. Просто откровенно зарабатывают на крови людей. Вот это, к сожалению, происходит в Казахстане. Вот я это вижу даже в адвокатской практике. Несмотря на то, что адвокаты призваны, в принципе, быть людьми честными, благородными, ну, иметь какую-то, я не знаю, моральную, не то что какую-то, а иметь моральные основания для своей деятельности, этическое основание. Они могут отказаться, да, от защиты таких людей, которых, ну, видят, что дело связано с убийством. Есть определенный резонанс, гражданский резонанс во всем этом, чтобы страна получила урок, что такого не должно быть. И тем не менее они могут участвовать, прикрываясь интересами клиентов, но на самом деле просто ища себе заработок. Вот так, к сожалению, в Казахстане. Вот смотрите еще, да, эта тема глобальная на самом деле. Вот члены клубов мирового правительства, я вот уже подвожу к мысли, да, как пример Чубайса говорю, да, это люди, обладающие даже, ну, учеными степенями, такие люди грамотные. Мы сами их толкаем во всевозможные комитеты межведомственные, в различные рабочие группы по разработке
там изменения Конституции и тому подобное. Они сидят при разных там, при парламентах, при маджлисах, при там, я не знаю, ну, в общем, они сидят вот в таких группах, как эксперты, да, и люди сами их туда толкают, говорят там, ну, нафиг это ты больше знаешь, иди туда. И они там скромно работают, они не выпячиваются, они не хапают, они не работают на короткой дистанции, когда все явно ты своровал и потом тебя уличили и убрали. Нет, они сидят потом поколениями в правительствах, в разных вот таких тихих вот таких департаментах и спокойно себе работают. Они зарабатывают на том, что создают условия для воровства. И это для коррупции, для процветания, для развала той страны, в которой они там работают. И они вот так вот делают, и они поощряются из других совершенно источников за такую работу. Ну, просто нужны примеры, да, ну вот, допустим, разрабатываются процедуры для Самрук-Казына. Одновременно в этой процедуре заложено то, что будет безнаказанность, то есть есть возможности воровства, там нету цикличной проверки, там нету, если проверка заложена, то не заложено наказание за итоги проверки. И таким образом, вот, допустим, эти системы начинают воровать, а счетные комитеты на это смотрят сквозь пальцы. Опять же, никого потом нельзя привлечь к ответственности. Ни счетный комитет, ни руководители Самрук-Казына, везде идет безнаказанность. И, понимаете, люди, сидящие в этих клубах мироправительства, это не те, которые воруют, не те, которые в счетных комитетах пропускают за определенные взятки, да, это не эти люди. Именно они просто сидят и разработали эти правила, в которых люди начинают воровать. Да, возможно, они из этих условий тоже для себя какую-то выгоду, там, ну, где-то какие-то пару тендеров выиграли и тому подобное, но ихняя сущность заключается в том, чтобы создать эти условия для коррупции. И все. Они сами в этом не участвуют. Еще один пример, к примеру, ну просто почитайте, кто такой Березовский, как я говорил, вот детально, Машкевич, да, допустим, тоже научный сотрудник из Бишкека, потом благодаря своим знаниям, понимающий, как устроена экономика Казахстана, очень быстро сделал карьеру здесь, а сейчас он гражданин Израиля. Вот так это делается, ребята, вот так. Всем ассаламу алейкум, уважаемые жители Казахстана. Слежу за последними новостями и, конечно, я шокирован. Не вижу того чиновника, не вижу то правительство, которое переживает за свой народ. А почему я так говорю, я скажу. Подняли тарифы без мнения простого народа, без жителей Казахстана. Статистика говорит, что у нас зарплата от 300 и выше. А по факту вот мы живем в разных регионах Казахстана: Атырау, Актау, Талдыкруган, Караганда и так далее, Темиртау. Много регионов у нас в Казахстане, городов. И у нас зарплата у всех разная. У кого-то 100 тысяч, у кого-то 150 тысяч, у кого-то и ниже 100 тысяч. Ну, может, где-то получает 200 тысяч некоторые люди. Недавно общался с одной опашкой, она работает техничкой в школе, где мой сын учится. И, знаете, месяц тому назад она мне такая, говорит, знаешь, говорит, Мурзаик, мне, говорит, хорошая новость, говорит, я говорю, какая? Вот я, говорит, уже 3-4 месяца получаю, говорит, прибавку, говорит, мне 15 тысяч тенге прибавили к зарплате, говорит. И я сейчас получаю, говорит, 85 тысяч тенге, говорит. А вчера вы подняли тарифы на воду, на тепло и так далее. И сегодня я вижу эту опашку, да, и знаете, что она говорит? Мы даже не успели нарадоваться, говорит, получить эти деньги. А вы понимаете, уважаемые министры, уважаемый там президент и так далее, что народу реально тяжело. Вы когда поднимаете тарифы, автоматически растут цены на продукты питания. На все растет, на одежду. Вот я, да, как бы стараюсь жить нормально. Одевать детей, покупать продукты. Мы не роботы, мы болеем. Тем более у нас есть родители. Хотим помочь родителям. Вы даже эту возможность лишаете нас, уважаемое правительство. Зачем вам вот эти всякие, я не знаю, вот вы сейчас хотите сделать национальный костюм, один день праздник. Я согласен, да.
Ну что, сейчас в данный момент вопрос об этом стоит? Вы хотите запретить ТикТок? Хорошо. Что, это прям важный прям такой процесс для вас? Почему бы вам не заняться проверкой школ на качество, которые строят, которые делали в домах ремонт, там, под кредит, которые, да? Там люди же живут же в старых домах, им же делают там обновление домов. Вы почему такие проверки не делаете? Качество асфальта. Много-много у нас строится в каждом регионе. Взять наш Актюбинск и Актюбинскую область. Здесь проблема за проблемой. Качество дороги я вообще молчу. Уборка снега зимой, элементарно пешеходные дорожки чистят тогда, когда говоришь замечания. А для чего тогда тендерная система? Для чего нам тогда правоохранительные органы? Зачем они сидят тогда? Для чего они контролируют все? Только просто простой народ, что ли, контролирует? Кто сколько переводит? 250 тысяч тенге кому-то из родственников? Вы только для этого, что ли, посадили? Я не пойму вас. Мы молодежь. Мне уже скоро 40 будет, да, но вы поймите, в принципе, да, вот как вам сказать, да, вот нам уже тяжело становится, не говоря про стариков, пенсионеров, одиночек, которые выживают. Вы о них подумали? Если вы реально жители Казахстана, уважаете свою родину и не хотите потерять доверие народа, совсем капельки, помогите своему народу встать с колен на ноги. Сделайте нормальные, качественные условия для жизни Казахстана. Поднимите, в конце концов, зарплату. Поднимите льготы всем. Ну реально, мы же можем же. Услышьте наш, пожалуйста, вот крик души. Потому что нереально сейчас в данный момент вот жить и выживать. Хоть меня не трогают, но я тихо вот напрягаюсь в том плане, то, что я должен зарабатывать больше и не знаю, куда деваться. Так что, уважаемый Казахстан, правительство, Казахстана правительство, обращаюсь к вам. Возьмите во внимание, пожалуйста, и сделайте условия для жителей Казахстана. Надя, Надючка, Надеждочка, ух, блин. Нет, мне лично от этого легче не станет. Я и так отлично живу, Худайга шукр. Альхамдулилля. Но. Почему я так живу? За счет того, что я знаю несколько языков. Я не моноязычен, как вы. И я выучил ваш язык, находясь ваш язык в своей стране. Из-за того, что вы над нами смеялись, когда мы говорили на вашем языке с акцентом. Парадокс. Хотя в своей стране, в моей стране, русские смеялись надо мной, что я не знаю их язык. Это абсурдная ситуация, Надеждочка. Вы нашу боль никогда не поймете. Нет. Это сейчас вы уже, да, стали взрослыми, стали что-то, не знаю. Блин, нет, вы не взрослые, нет. У вас мозг все еще остался в 91-м, когда развалился Союз, вот вы там и застряли. Вы сейчас... вы даже не застряли, вы регрессируете. Вы просто пошли на спад. У вас, к сожалению, мышление теперь никогда не поменяется. Это на самом деле печально, что вы никогда не поймете боль других народов, что вы никогда, овладев чужим языком, не станете ближе к этому народу, тем самым улучшая свой кругозор. Вы жили только в одном пространстве. Это на самом деле печально. Я никому не желаю такой жизни, как у вас. Я вижу, вы 54-го года достаточно много прожили, но, как оказывается, на самом деле очень зря. Как Казахстан помогает России в поставке оружия, а следовательно ввести военные действия на территории Украины. Поговорим в этом видео подробно, узнаем, ждут ли нас, казахстанцев, за это санкции. Ты пока можешь подписаться, прошлый аккаунт с 90 тысяч подписчиков мне удалили. 2 года назад Россия начала полномасштабные военные действия на территории Украины. И вместе с тем их ждал один из первых санкционных пакетов, благодаря которым они перестали получать определенный ряд товаров, в том числе высокотехнологичных товаров из Европы. В
том числе невозможным стало получение полупроводников и разного рода микросхем, без которых вы никак не сможете собрать беспилотники, которые предназначены для шпионажа в сфере военных действий и для бомбежки. И чтобы военные действия не были заведомо проигрышными, российскому правительству пришлось искать какие-то серые зоны и выходы из ситуации, коими и стали наши страны, там, например, Казахстан и Беларусь. Так как мы находимся в Евразийском экономическом союзе, таможню можно пересекать без отдельных проверок, товары спокойно совершают оборот между этими странами, мы идеально для этого подходим. Чтобы сильно не углубляться в подробности, все товары военного назначения в Россию попадают через Беларусь. Но так как отдельные компании тоже стали подвергаться санкциям из-за этого, была придумана более хитрая схема, в которой уже мы, как казахстанцы, оказались нужны. Схема называется ложный транзит. Здесь и появляется казахстанская компания КБР Технологий, которая была открыта в Петропавловске спустя пару месяцев после начала войны и которой руководит и соучредителем которой является некий Жанат Ибраев. Так как Казахстан не попадает под европейские санкции, чтобы снять подозрения, они заказывают товары нужного назначения, военного назначения, микросхемы, полупроводники, строят транзитный маршрут через Минск, но до Петропавловска, конечно же, груз не доезжает, а разгружается уже в Москве. Это и есть ложный транзит. Чтобы препятствование России со стороны Запада в этой войне стало максимально эффективным, санкционные пакеты должны относиться не только к самой России, но и ко всем странам Евразийского экономического союза. К Беларуси, в частности, как транспортной развязке всего этого действия, но и в том числе к Казахстану. Вряд ли они на это пойдут, и под санкции будут попадать отдельные компании, коих можно создавать бесконечное количество. Очень стыдно, когда ты, как обычный гражданин Казахстана, всей душой желаешь победы Украине, постоянно донатишь во всевозможные фонды, но не можешь ничего поделать с тем, что происходит на уровне государства и на уровне частного бизнеса в твоей стране. Жүрсін астына түсіп көрмен, мына футболдың астына түсіп көрейік. Андай кездесу тағы да болады, тағы да анау Сибагатордың тоже сол кісімен жаңағы сондай мен жоспар бар. Солмен жаңағы бірге Жоспарлап шаршаған жоқсыздар ма? Ну енді 6 ай жазып қойды ма айтып жатқанда? Ну енді сол кісімен бәрі сондай мен аралайды. Сіз Сәтбаев қаласында тұрасыз ғой? Сәтбаев қаласында тұрмын. Сіздің қазір осы үйдің астынан шайықта, сіздің үйдің астына барып көрейікші. Салыстырмалы түрде. Мен саған өз үйімді көрсетпеймін деп. Жоқ, үйіңіздің ішіне кірейін деп тұрған жоқ қой. Жертөлеңізді көрейік салыстырып. Ұлытау облысы әкімінің орынбасарының үйі мен қарапайым халықтың подвалы қандай екен? Мен жалдап тұрамын, түсіндің ба? Дұрыс қой енді сіз тұрасыз. Сондықтан мен тұрып жатырмын, мен саған ол үйімді көрсетпеймін. Көз тие ме? Көрсетпеймін. Жоқ енді. Аха. Көз тие ме, басқа тие ме, сен тиесің ба? Это уже ол мен уже менен шаруам жай ма? Сондықтан мен көрсетпеймін. Жоқ, салыстырмалы түрде. Салыстырмалы көрсетеміз. Басқа үйлер, пожалуйста, подвалдарын көр. Тұрғындарын міндетті күтіп ұстау өз үйлерін. Әкімшіліктің міндеті не сонда? Әкімшіліктің міндеті заңға байланысты. Тұрғын үй инспекция бөлімі. Тұрғын үй инспекция талабы бұл үйлерді мониторинг етіп, сосын талап ету мысалы. Заңға сәйкес орындап отыр ма тұрғындармен қосып заңның талап етіңдер. Сіз қалай ойлайсыз, сүйікті қала мекемесі заңды түрде жұмыс істеп жатыр ма? Вот. Қазір подвалдарды көреміз. Сен сұрақтарына, сен мен журналист емессің ғой. Біз подвалды аралауға келдік. Қазір подвалдарды көреміз. Соған байланысты уже тұрғын үй инспекциясы шешімдер қабылдайды. Енді журналистер сондай халыққа керекті. Жоқ, тоқтай тұрыңыз. Сен тұрыңыз. журналист емессің. Сіз халыққа ыңғайлы сұрақтан қашасыз. Сен журналист емессің. Жарайды, мен мойындап тұрмын, сізге журналист емеспін. Осы жерде бір журналист көріп тұрса, осы сұрақты қойып тұрған. Журналистер ол сұрақтар қойса, журналистерге жауап береміз ол уақытта. Ал сен Алдабай қойыңыздаршы, қыздар. Жаңағы сүйікті қала мекемесі қаншалықты заңға заң шеңберінде жұмыс істеп отыр. Ол сұрақтарды жазбаша жазып берді, несін берді, жай ма? Журналистерге. Журналистер қойғысы ма, қойғысы ма, өздері біледі. Мен аксигім, Бұл кісі Ұлытау облысы. сәттілік шығармай отырсыз ба? Мен де Ұлытау облысы қоғамдық кеңесімін. Болса, сізге сұрақ қойып. Рахмет. Енді шығармай отырсыз ба? Сәттілікті? Қайда? Сүйікті қаланың қазір осы жерге келекті объезд жасайық. Алдында біз шыққан кезде Талғат Әбдібекұлы бар кезде. Жоқ, күте тұрыңыз, мен сіз тыңдап отырдым ғой. Талғат Әбдібекұлы келген кезде көршілер, яғни мынау үйді күтіп ұста дедіңіз ғой, жаңағына өзінің заңыңызға сәйкес иелері, ол жертөленің иесі ма, үйдің үстінде шатырдың иесі ма, жалпы тұрғындар. Енді тұрғындар нені сындырды деп жатыр, алдында сотқа береміз деді, жаңа кім айтты? Сибагатурин айтып жатыр. Есікті. Құлыпты сындырды деп. Сол себептен сәттілік мекемесі келсін, бізбен бірге алға түссін. Қазір сәттілік. Енді нешеге шақырттық? 5 деп айттық қой біз осы неше 2 апта бұрын. Тұрып жиналып тұрмыз енді.
сіз бүлдей бүл Ұлытау облысының әкім орынбасарысыз, енді біз бұл жерде полемика устраивать етіп қажет жоқ. Оны түсініп жоқ, енді қайда? Кеттік, обход, жүріңіз, сәттізілік. Ылғи келетін міне осы команда. Сіздердің әлдеріңіз осы командаға келеді, сәттізілікқа келмейді. Неге оны? Бізге керегі сізбен жаңа сәттізілік болса. Әлімізге керек емес. Сіздер сыйламай тұр ғой сәттізілік. Кешіріңіз, ондай үйде айтпаңыз. Біреу сыйлауға міндетті емес. Бір көрдіңіз бе? Неге міндетті? Жоқ. Әркім өз несіне байланысты сыйлайды, өз азаматтарын. Өзі сыйлау деген заңда жазылмаған. Жүріңіз. Жоқ, сіздер ертең анау есімізді бұзып кетті. Ұлантай Төлеутайұлы екеуі деп. Жинамаған адам. Неге сіз ренжисіз? Сіздеріне тегін істеп отырсыздар ма не? Айтыңызшы, тегін істеп отырсыздар. Неге ренжисіз? Бүкіл халыққа жауап беру сіздердің міндеттеріңіз ғой? Бүгін мен түнгісімен шығып жатырмын. Сағат 7:30. Міне, өлім меңгерушісі. Құрманбаев әшейінде 9-да келетін, бүгін келіп, мінекей. Әдейілеп мен аңдып келіп отыр. Қыздар неге тұрмайды, басқа бәлен түген деп, менен бәле іздеп келіп отыр. Мінекей. Мінекей. Менің сөзімнің дәлелі. Бұл сөйтіп соңына түсіп бәрінің осындай тіршілік істейтін адам ғой, қатын тіршілік істейтін адам. Ешқандай ұят та жоқ, ар да жоқ, иман да жоқ. Мен 3-ші топ мүгедегімін. Сіз жұмыс істесеңізші. Мен жұмысымды істеп жатқанмын. Жұмыс істемей отырдым ба не? Мен сізге бір сөз айттым ба келіп? Айтыңыз. Не деп айтасыз? Мен келдім, науқастарды қарап жатырмын. Жоқ, күнде келіп жүрмедіңіз осы уақытта? Мен келдім, науқастарды қарап демалыс күні келіп жүрмедіңіз үйсті? Келіп жүрмін, неге келіп жүрген? Қай демалыс? Қоя салшы. Сағат 7:30-да ешқашан келмейсіз. Келіп жүрмін. Келіп жүрген жоқсыз. Именно мен тексеріп жүрген жоқсыз. Сізменге сәйкес келмеген шығар. Өтірігіңіз соға салмайыңызшы, қоя салсаңызшы. Кешіріңіз, тағы да айтамын. Қоя салыңыз. Ұялмаймын десеңізші одан да осындай қатын тіршілікті істеуден. Сосын мен әйелімді, бала шағамды қоспай ақ қойыңыз. Не қыласыз? Неге қоспаймын? Қарғысты ала бер, жетсесің, білдің ба? Индер ақсап. Қарғысты ала бер, жетсесің. Құдай бар, оны ұмытпа. Яғни біздің тарихымыз жоқ. Біздің тарихымыз жоқ болғысы халықтың тамыры тарихы ғой. Тарихымыз жоқ болғысы біздің тамырымыз жоқ, біттік шаруамыз. Ал исламда не дейді? Аруақ ширк дейді ма? Ширк дейді. Ширк деген ол аллаларына серік қосу. Білдіңіз ба? Сонда біз оларды аллаларына серік қоспау үшін біз өзіміздің ата-бабаларымызды еске алудан оларға табынышымызды бас тартуымыз керек. Яғни оларды ұмытуымыз керек, атамыз. Атамыз ұмытқан соң біз тарихымызды ұмытамыз. Ал аруақ деген не? Аруақ деген біздің өмірде ата-бабамыз. Ол біздің қасымызда олар жоқ, бірақ санамызда тұр олардың бар. Мына жерде олар бар, білеміз бар екен санамызда. Денесі көрмегеннен кейін. Яғни біздің ата-бабамыз ол біздің тарихымыз қазақтың. Біз аруақтан бас тартсақ, ата-бабадан бас тартсақ, яғни тарихымыздан бас тартсақ, тағы да дін жағынан тағы да бізге балта шабу. Бұл өте қауіпті нәрсе екен. Дін деген өте қауіпті нәрсе екен. Сондықтан бұны тоқтату керек. Сондықтан заң қабылдап, бір өте қатаң заңды тоқтату керек. Айтпаса біз бәрінен ажыраймыз. Қазір де мысалы біздің қазақстанда толып жүр дінді ұлттан жоғары қойған. Ол өте қауіпті нәрсе. Олар бітті. Олар ертең Құдай сақтасын. Ана Ресей империясы қазір де біз қорқытады, соқсамыз сендерге ертең, сендерге шабуыл жасаймыз деп, Ол жақта мұсылмандар көп тұрады. Ертең соғысып жатқанда мысалы мен автоматпен қасымда қазақ мұсылман, мен мұсылман емеспін. Ана жерде татар келсе мұсылман. Татарда ана сен мұсылмансың, мен мұсылман, ана мұсылман емес, атпысып, мен атпысып болды. Міне мәселе қайда? Міне қауіп қайда жатыр? Өте жаман нәрсе бұл. Сондықтан дін деген елімізге өте үлкен қауіп төндіріп тұр, өте үлкен қауіп төндіріп. Бұны халыққа түсіндіруіміз керек. Сосын дін деген Құдайға ешқандай қатысы жоқ. Құдай жаратқан жоқ дінді. Дінді жаратып отқан сол анау идеология, сол елін басқару үшін ойлап тапқан сол бір адамдар, ақылды адамдар, бірақ олар өте ақылды адамдар. Таза мынау диктаторлық жүйемен халықты тепе-теңдік ұстау, қорқытып, Алласымен басқасымен түгеншесімен. Өте қауіпті нәрсе. Діннің Құдайға еш қатысы жоқ. Дінді ойлап шыққан адам баласы. Оған мына шегі жоқ дүниені жаратқан күшке түкке қара жоқ діннің. Түкке қажет жоқ оған діннің. Міне осы мәселе, осыны біз осы жұмыс істеп жаңа кісі айтқанда ағарту жұмысын жасап, осыны біз халыққа шығарып, біз жұмыс істей беруіміз керек. Өзіміздің ата-бабамыздың тамырына қайтуымыз керек. Біз мысалы Ресейдің империясы құтылып енді орыстың әкелген несінен құтыламыз деп отырмыз мысалы. Олар қойған аттардан құтыламыз деп жатыр, қаламызға, жерімізге, басқа жерге.
Ну бірақ біз айтпаймыз, араптан келгенде бізді құндызға талай құртты сол араптар. Оны құтылып біз айтпаймыз. Біз одан да құтылуымыз керек. Бір жағын. Сонда біз ары қарай атаның түгел тамырына барып біз жабысамыз. Сонда біз мықты ел болып қайтып дамимыз, даримыз. Одан екеуінен құтылмай біз осы жүреміз. Рахмет. Всем ассаламу алейкум, уважаемые жители Казахстана. Слежу за последними новостями и, конечно, я шокирован. Не вижу того чиновника, не вижу то правительство, которое переживает за свой народ. А почему я так говорю, я скажу. Подняли тарифы без мнения простого народа, без жителей Казахстана. Статистика говорит, что у нас зарплата от 300 и выше. А по факту вот мы живем в разных регионах Казахстана: Атырау, Ақтау, Талдыкруган, Караганда и так далее, Темиртау. Много регионов у нас в Казахстане, городов. И у нас зарплата у всех разная. У кого-то 100 тысяч, у кого-то 150 тысяч, у кого-то и ниже 100 тысяч. Ну, может, где-то получает 200 тысяч некоторые люди. Недавно общался с одной опашкой, она работает техничкой в школе, где мой сын учится. И, знаете, месяц тому назад она мне такая говорит: знаешь, говорит, Мурзаик, мне, говорит, хорошая новость, говорит. Я говорю: какая? Вот я, говорит, уже 3-4 месяца получаю, говорит, прибавку, говорит, мне 15 тысяч тенге прибавили к зарплате, говорит. И я сейчас получаю, говорит, 85 тысяч тенге, говорит. А вчера вы подняли тарифы на воду, на тепло и так далее. И сегодня я вижу эту опашку, да, и знаете, что она говорит? Мы даже не успели нарадоваться, говорит, получить эти деньги. А вы понимаете, уважаемые министры, уважаемый там президент и так далее, что народу реально тяжело. Вы когда поднимаете тарифы, автоматически растут цены на продукты питания. На все растет, на одежду. Вот я, да, как бы стараюсь жить нормально. Одевать детей, покупать продукты. Мы не роботы, мы болеем. Тем более у нас есть родители. Хотим помочь родителям. Вы даже эту возможность лишаете нас, уважаемое правительство. Зачем вам вот эти всякие, я не знаю, вот вы сейчас хотите сделать национальный костюм, один день праздник. Я согласен, да. Но что, сейчас в данный момент вопрос об этом стоит? Вы хотите запретить ТикТок? Хорошо. Что, это прям важный прям такой процесс для вас? Почему бы вам не заняться проверкой школ на качество, которые строят, которые делали в домах ремонт, там, под кредит, которые, да? Там люди же живут в старых домах, им же делают там обновление домов. Вы почему такие проверки не делаете? Качество асфальта. Много-много у нас строится в каждом регионе. Взять наш Актюбинск и Актюбинскую область. Здесь проблема за проблемой. Качество дороги я вообще молчу. Уборка снега зимой, элементарно пешеходные дорожки чистят тогда, когда говоришь замечания. А для чего тогда тендерная система? Для чего нам тогда правоохранительные органы? Зачем они сидят тогда? Для чего они контролируют все? Только просто простой народ, что ли, контролирует? Кто сколько переводит? 250 тысяч тенге кому-то из родственников? Вы только для этого, что ли, посадили? Я не пойму вас. Мы молодежь. Мне уже скоро 40 будет, да, но вы поймите, в принципе, да, вот как вам сказать, да, вот нам уже тяжело становится, не говоря про стариков, пенсионеров, одиночек, которые выживают. Вы о них подумали? 1924 жылы Ташкентте Қазақ мектебі деген журналға Ахмет Байтұрсынұлының мақаласы шыққан. Сонда айтады Ахмет Байтұрсынұлы: дін оқуы өлі оқу дейді. Өйткені тіршілікке пайдасы жоқ дейді. Қазақ баласын дейді, молдаға бергенде тіршіліктен пайда көрем деп бермейді дейді. Өлсем артынан Құран оқысын деп береді. Сауап жіберсін деп. Ақирет үшін береді дейді. Яғни ол өлі оқу дейді.
Одан кейін дейді төте оқу бар дейді. Төте оқу дегеніміз мысалы теория құр. Біздің мектептер. Тәжірибесіз. Иә, ол да өлі оқу дейді. Неге? Өйткені қалай істеуді үйретпейді дейді. Көрсетпейсіз. Иә, одан кейін көрнек оқу деген бар дейді. Ол енді көрнек оқу дегеніміз мына нәрсе бар деп көрсетеді дейді. Бірақ ол да өлі оқу дейді. Неге? Өйткені Жасалу жолын көрсетпейді. Өйткені әрекет жоқ дейді. Әдіс жоқ дейді. Енді Америкада, Еуропада қазір баулу мектебі деген пайда болды дейді. Баулу. Баулу деген не дейді? Мысалы дейді, мысық баласын тышқан ұстауға баулайды дейді. Иә, көрсет. Ол мысық мысалы баласын айтпайды дейді. Әй, балам, мысық. Мынау тышқан деп айтпайды дейді. Тышқанды қалай ұстауды Жетектеп жүріп көрсет. үйретеді дейді. Сөз баулайды дейді. Сонда қазақта сөз бар. Сөйлей шешен болады, Көре көсем болады. Үшіншісін айтыңыз. білмеймін. Баулыған соң батыр болады дейді. Яғни батыр болу үшініміз. Ал батыр деген кім? Батыр дегеніміз міндетті түрде біреуді жеңу емес. Бұл сөздің мағынасы тереңдеді қазір. Батыр кім? Өз-өзін жеңген адам. Біздің қазіргі кездегі Нәпсісін жеңген. нәпсімізді жең. Сонда біз әр салада жетістікке жету үшін біз нәпсімізді жеңуіміз керек. Ең үлкен күрес өзіңмен. Ең үлкен күрес. Ал ол үшін баулу керек адамды. Қалай нәпсін жеңуге болады? Үйретуіміз керек. Баулу. Сонда бұл баулу мектебі дейді. Еуропа мен Америкада бар дейді. 1924 жылы айтыңыз. Сол жылы айтқам. Сол жылы. Бұл баулу мектебі дейді. Еуропа мен баулу мектебі дейді. Қаржы мен мәдениетті бойлап өседі дейді. 100 жыл болыпты. 100 жыл болыпты. Қаржы мен мәдениетті бойлап өседі дейді. Сондан Америкада қаржы да бар, мәдениет те бар. Еуропада қаржы да бар, мәдениет те бар. Неге? Өйткені баулу мектебі бар. Сонда дейді, біз тек қана өлі оқу деген не дейді? Біздегі дейді. Біздегі өлі оқу, жаңағы дін оқу, төте оқу, көрнек оқу, бәрі өлі оқу. Неге? Бұнда әдіс қана бар дейді. Мәнісі қана бар дейді, әдіс жоқ дейді. Ал баулу мектебінде дейді, әдіс плюс, мәніс плюс әдіс дейді. Яғни бірінші мәнісін түсіндіреді, одан кейін сол нәрсені жүзеге асырудың әдісін үйретеді дейді.